Күн күйдіріп барады. Қалың бидай, жүгері және сұлы егілген алқаптарды жағалап отыратын шаң басқан қара жолдың бойымен бір кәрі, өзі жүдеу үндіс келе жатты. Үстіндегі киімі алба-жұлба, қолына көтеріп алған науқас сәбиі бар. Оған күн тимесін деп бетін ескі көрпешемен бүркеп алған. Сәбидің жанары жартылай жұмулы еді. Мойнына үлкен ісік шыққан. Шал байғұс байқаусызда сүрініп кеткен шақтарда сәби сорлы қырылдай ыңырсып көздерін ашып алады. Шал тоқтай қалып мүсіркеп сәл сергітейін деген оймен бетін үрлеп қояды. Тек тірі жеткізе алсам жарар еді, деп күңкілдейді шал. Сосын жүрісін тездете түседі. Темір қақпаның қасына келген соң үндіс сәбиді сол қолына көшіріп, оң қолымен темір есікті төрт қайтара тықылдатты. Есікшеден кішкене тесік сәл ашылды. Әлдекім қараң етті де ысырмасын сықырлап есік ашылды. Үндіс табалдырықты жүрексіне аттады. Қарсы алдында үстіне ақ желең киген, бұйра шашы аппақ қудай бір негр тұр еді. «Дәрігерге келдік, сәбиім науқас еді», деді үндіс. Негр үнсіз бас изеді, есікті жапты да «соңыма ер» дегендей белгі берді. Үндіс жан-жағына көз тастады. Олар жалпақ тас тақталар төселіп тасталған шағын ғана аула ішінде тұр еді. Бұл ауланың бір жағы биік те сыртқы дуал болса, ал екінші жағында ауланы мекен жайдың ішкі бөлігінен бөліп тұратын тапалдау қабырға бар екен. Бір тал көк шөп немесе бұта жоқ. Нағыз түрменің ауласы дерсің. Ауланың бір бұрышында, екінші қабырғаның есігінің алдында биік те кең әйнектері бар ақ үй тұр. Үй жанында бір топ үндістер, еркегі мен әйелі аралас, жерде отыр. Көбінің қолында баласы бар. Сәбилердің бәрі дерлік сап-сау көрінеді. Әлгілердің кейбіреулері тақпа, жұппа десіп қауашақтармен ойнаса, енді біреулері үн-түнсіз күресіп жатыр. Ақ шашты қарт негр оларды шуламай ың-шыңсыз ойнауын бақылап тұр. Үндіс шал шарасыздан үйдің көлеңкесіне тақыр жерге отыра кетті де, бет-аузы көгеруге айналған. Тым-тырыс жатқан сәбиінің бетіне жел үрлей бастады. Үндістің қасында аяғы күп болып іскен тағы бір үндіс кемпір отыр екен. Ол үндіс шалының тізесінде жатқан сәбиге бір қарап қойып сауал тастады. «Қызыңыз ба?» «Немере қызым», деп жауап қатты үндіс. Басын бір шайқап қойып кемпір тағы да тіл қатты. «Батпақтың жын перісі дуалаған екен немере қызыңды. Бірақ бұл кісі жын періден де күштірек. Ол батпақтың жын перісін қуып шығады. Сосын немере қызың құлан таза жазылып кетеді». Үндіс ризалық білдіре бас изеді. Ақ желеңді негр науқастарды аралап кеп, үндістің сәбиіне бір қарады да есік жақты нұсқады. Үндіс шал едені тас тақталардан өрілген кең бөлмеге келіп кірді. Бөлменің тап ортасында бетіне ақ жамылғы жапқан ені тар ұзынша үстел тұр екен. Күліңгір шынымен қапталған екінші бір есік ашылды да, ішке ақ желеңді ұзын бойлы, кең иықты қоңыр көзді доктор Сальватор енді. Көмірдей қара қасы мен кірпігі ғана болмаса, Сальватордың басында бір тал шаш жоқ екен. Сірә, ол шашын ұдайы тықырлап алдыратын болса керек. Өйткені төбесі де тап өңі тәрізді күнге күйіп, қоңырқай тартқан. Қошқар тұмсығы, біршама шығыңқы сүйірлеу иегі және жымқырылған еріндері оның өңіне мейірімсіздік және тіпті жыртқыштық кейіп береді екен. Қой көздері сұсты-ақ. Оның жанарынан үндіс шал қатты қысылды. Үндіс басын иіп ізет етті де сәбиін ұсынды. Сальватор шапшаң да сенімді, әрі мейлінше сақ қимылмен науқас қызды үндістің қолынан алды да, бала оранған шүберекті сыпырып тастап, оны бөлменің бұрышында тұрған жәшікке қарай лақтырып жіберді де және дөп түсірді. Үндіс жалба-жұлба шүберегін жиып алмаққа жәшікке қарай қисалаңдап бара жатқан. Бірақ оны Сальватор жеки сөйлеп тоқтатты. «Қалдыр, тиме!» Сосын қызды үстелге жатқызды да, өзі оған қарай еңкейді.
Ол үндіске бір қырын тұрған, сондықтан ба үндіске кенеттен ол доктор емес, кішкене құсқа төнген құзғын тәрізді көрініп кетті. Сальвадор саусақтарымен сәбидің тамағындағы ісікті ұстап қарады. Әлгінің саусақтары да үндісті қайран қалдырды. Бұлар деген өңкей сорайған сұмдық шапшаң саусақтар еді. Оның буындары тек қана төменге емес, бір бүйірге және тіпті жоғары қарайда иіле беретін секілді. Әдетте қорқақтар санатына жатпайтын үндіс шалы осынау бейтаныс кісі туғызған үрейге мойынсұнбауға тырысып бақты. Тамаша, өте жақсы, дейді Сальвадор. Бейне бір ісікті қызықтағандай оны саусақтарымен басып көріп. Қарап біткен соң Сальвадор үндіске бұрылып былай деді. Қазір айдың жаңасы, бір айдан соң келесі айдың жаңасына кел. Әне сонда қызыңды сап-сау күйінде қайтып алатын боласың. Ол сәбиді шынылы есіктің арғы жағына, ванналар, операция жасалатын жер және науқастар жататын палаталар орналасқан жаққа алып кетті. Ал негр бұл кезде қабылдау бөлмесіне жаңа емделушіні, аяғы ауру кемпірді әкеле жатты. Үндіс шалы Сальвадордың артынан жабылған шынылы есікке бас иіп тағзым етті де тысқа шықты. Тұп-тура 28 күннен кейін әлгі шынылы есік қайта ашылды. Есік көзінде үстінде жаңа көйлегі бар, сап-сау, екі беті нарттай немере қызы тұр еді. Ол атасына үрке қарайды. Үндіс тура ұмтылып, қолынан шап беріп ұстай алды да бетінен сүйді. Тамағына үңіліп қарады. Ісіктің белгісі де қалмаған. Операция жасалғаны тек көрінетін көрінбестей қызғылт тыртық ізі ғана аңғарылғандай. Қызы атасының кеудесінен итереді. Ол ма бұл байғұс көптен ұстара көрмеген иегін тақап бетінен сүйгенде сақалы тікенектей қадалды ма, кім білсін, немересі шыңғырып жіберді. Қолынан жерге түсіруіне тура келді. Қыздың соңынан іле Сальвадор келіп кірді. Бұл жолы доктор күлімсіреп, қыздың төбесін еркелете сипап қойып тіл қатты. Ал қызыңды ала ғой, сен оны дер кезінде әкеліпсің. Енді бірер сағат кешіккенде мен екеш менің өзім де оны тірі сақтап қала алмайтын едім. Үндіс шалының әжім басқан көне өңі жиырылып, еріндері дірілдеп, көзінен жас парлап қоя берді. Ол сәбиін қайта көтеріп ап, кеудесіне қысып қойды да, сосын Сальвадордың алдына тізерлей жүгініп, өкси отырып былайша тіл қатты. Сіз менің немеремнің өмірін сақтап қалдыңыз. Сорлы үндіс соның есесіне өз өмірін құрбандыққа бергеннен басқа не ұсына алар еді сізге? Сенің өміріңнің не қажеті бар маған, деп таңырқады Сальвадор. Мен кәрімін, бірақ бойымда қуатым бар, деп сөзін жалғады үндіс. Әлі сол жүресінен отырған күйі. Мен немеремді шешесіне, өз қызыма апарып беремін де, сізге қайтып келемін. Жасаған жақсылығыңыз үшін қалған өмірімді сізге қызмет етуге арнағым келеді. Мен сізге ит секілді адал қызмет етем. Тек осындай қайырымдылық жасаудан бас тарта көрмеңізші, өтінемін. Ол жаңа қызметшілерді өте сақтықпен әрі сирек алатынды. Рас, жұмыс жағы табылар еді. Иә, істер жұмыс аз емес еді. Джимнің жалғыз өзі бақ күтуден де артылмайтын. Мына үндіс ыңғайлы кісі секілді. Ал доктордың өзіне салса, қызметке негр алғаны қолайырақ тәрізді. Сен маған өз өміріңді сыйға тартам, соны қайырымдылықпен қабылда деп тұрсың ғой. Жақсы, дегенің болсын. Сонда сен қашан қайтып келе аласың? Айдың алғашқы ширегі аяқталмай тұрып осында боламын, деді үндіс Сальвадордың жең етегінен сүйіп жатып. Есімің кім? Менің бе? Кристо, Христофор. Бара ғой, Кристо, мен сені күтемін. Кеттік қызым, деді шалы немере қызына қарап, сосын оны қайтадан көтеріп алды. Қыз жылап жіберді. Кристо кеткенше асықты.